Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен Жеке Продакшн арнасы. Бүгінгі видеода тегін интернет неге істемей қалды және де тегін интернетке кіруге болатын басқа да программалар бар ма деген сұраққа жауап беретін боламын. Ендеше кеттік. Өздеріңіз білетіндей, осы айдың, яғни февраль айының 16-17-сіне қараған күндері Анонитан бағдарламасы, яғни программасы істен шыққан болатын. Яғни программа емес, актив операторлары осы багты істен шығарған болатын. Өкінішке орай, енді біз актив оператормен бұл программаны қолдана алмаймыз, яғни тегін интернетке кіре алмаймыз. Бірақ мен әлі де 2-3 программаларды көрдім, оларды барлығын зерттеп жатырмын. Құдай қаласа, егер кіріп жатса, сіздерге видеомен барлығын түсіріп көрсететін боламын. Сондықтан да сол видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, лайктарыңызды қойыңыздар, колокольчикті қосып қойыңыздар. Сол кезде шыққан видеолардан бірінші болып хабардар боласыз. Егер де сіздерге видеоны лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.